бұл есепті крест әдісімен де шығаруға болады. Екінші әдіс деп қояйық. Екінші әдіс крест әдісі. Крест әдісі. Шетелде оны Пирсон конверті дейді. Пирсон конверті. Жалпы бұл жеке әдіс емес, бұл материалдық баланс теңдеуінің графиктік түрі. Бұл әдіспен шығару үшін әдетте алдымен крест сызамыз. Кресттің сол жақ бүйірлеріне араластыратын ерітінділердегі немесе қосылыстардағы жаңағы в данном случае күкірттің массалық мөлшерін жазамыз. Оны бірдің үлесімен жазуға да болады, немесе процентпен де жазуға болады. Мысалы, мына 40%, мына болды 32-де 7%, ал олеумдегі естеріңізде болса 34,96%. Енді диагональ бойынша үлкеннен кішісін алып, оң жақ бүйірлеріне жазамыз. 40-тан 34-те 90 алатын болсақ 5,04. 34,96-тан 32-де 7 алатын болсақ, оны есептейік. 34-те 96 минус 32,07 тең болады 2,26. 2,26. Енді мына тұсына жақындатпай бірігіп кетпесін. Құрамында осындай процент күкірт бар, заттардың массаларын жазамыз. Мысалы, SO3, оның массасын біз Е1-де белгілегенбіз, солай қалдыруға да болады, немесе оны 100 минус Е2 десек те болады, өткендегідей. Мынау болады онда Е2. Енді крест әдісі бойынша мына 100 минус Е2-нің Е2 қатынасы мына сандардың қатынасындай. Соны жазайық. 100 минус Е2 бөлінген Е2 тең болады 2,26 бөлінген 5,04. Енді шешетін болсақ, крестіне крест жаңағы көбейтіп 2,26 М2 тең болады 100 көбейтілген 5,04 бұл 504 минус 5,04 М2. Енді М2-ні мұны жаққа шығарсақ, ол плюс болып шығады. Екеуін қоссақ, 2,26 қосылған 5,04 тең болады 7,3. Олай болса, 7,3 М2 тең болады 504-ке. Бұдан М2 тең болады 504 бөлінген 7,3-ке. Осыны есептесек, 504 бөлінген 7,3 болады 69,04 жуықтап 69 грамм десек болады. Олай болса, бізден сұрап отырған SO3-тің массасы М2, М1 100 грамм минус 69 грамм тең болады 31 грамм. Енді 100 граммның ішінде болғандықтан бұл бір жағынан сол олеумдегі SO3-тің массалық өрісін білдіреді. Значит, омега SO3 тең болады 31%. Екі әдіспен шығардық, екеуі шамамен бірдей нәтиже алдық. Бұл біздің есебіміздің дұрыс шығарылғандығын көрсетеді.